Өміріңізде бір рет болсын естігенсіз бе? Шығыстағы Қытай елінде қазақ автономиялы өлкесі бар. Іле қазақ автономиялы өлкесі. Іле қазақ автономиялы өлкесі Шыңжаң ұйғыр автономиялы өлкесіне қарайды. Бұл жерде қазақтардың Найман, Керей, Уақ рулары өмір сүреді. Жазда жайлауға, қыста қыстауға көшетін бұл жердегі қандастарымыздың негізгі тіршілігі байырғы қазақ ата кәсібі мал бағу. Киіз үй, сәнді шапан, бөрік, сәукеле, әбзелді ат. Бұл ел жұрттың әлі күнге дейінгі өмір көрінісі. 1924 жылғы Ахмет Байтұрсынұлы жасаған төте жазу қарпін қолданады. Мінездері ақкөңіл, тілдері таза, салт дәстүрді сақтаған халық бұл. Ерен қабырға Алатауы, Алтай, Тарбағатай, Жоңғар ойпаты, Іле, Алакөл, Ибінұр аймағын алып жатқан бұл жерлердің байырғы атауы Шығыс Түркістан. Бұлай аталуының себебі бұл жерлер байырғы түрік қағанатының жерлері. 1860 жылдардан бастап Орыс империясы мен Син империясы атадан қалған Шығыс Түркістан даласын екіге бөліп алады. Кейін 1954-55 жылдары Сталин бұл Шығыс Қазақстан жерлерін Қытайға бере салған нәтижесінде байырғы Шығыс Түркістан жерінде ұйғыр Шыңжаң автономиялы өлкесі құрылады. Жат елге өтіп кеткен бұл ата қонысында әртүрлі дерекке сәйкес 4 миллион қазақ өмір сүріп жатыр. Екі 2016 жылдан бастап жоғарыдағы айтқан өмір ертегіге айналды. Қытай компартиясы үздіксіз ұлтты жою саясатын жүргізіп келеді. Соның ішінде қазақтардың Құран, жайнамаз сынды діни заттарын өртеп, өз тілдерінде жазуға тыйым салды. Ол жақтағы қазақ ұрпағы қытайлануда.